Ихсан нәпсі тәрбиесі. Ихсан ілімі не үшін кеңінен насихаттауды қажет етеді? Мұсылман баласы кемелдікке жету үшін ең алдымен өз-өзінен есеп алып, нәпсісін тәрбиелеу арқылы тақуалық пен діндарлықтың тақуалық жолына түседі. Шәмс сүресінің 8-10 аяттарында расында нәпсісін тазартқан кісі құтылды, ал кім оны кірлетсе қор болды делінген. Бірде немересімен күн шуақта отырған қария бір-бірімен ырылдасудан шаршамайтын екі итіне сырттай қарап отырады. Бала ес білгелі әлгі иттер атасының ауласында ылғи да ырылдасып жататын. Неге екені белгісіз, бұларды атасы қасынан бір елі ажыратқан емес. Бір үйді күзеткенге бір ит жетпей ме, екеуінің түрі неліктен екі түрлі деген ой баланы көптен мазалап жүрген болатын. Осы жолы ептеп атасынан сұрауды жөн көрді. Ата, бұл иттер неге екі бөлек? Атасы немересінің қойған сұрағына сәл жымиып, олар мен үшін екі белгі балам, деп жауап берді. Бала түсіне қоймағандықтан, ненің белгісі ата, деп қайта сұрайды. Жақсылық пен жамандықтың белгісі, дейді қарт. Мына сен көріп отырған ырылдасқан иттер секілді, адам бойында да жақсылық пен жамандық ылғи бір-бірімен айқас үстінде жүреді. Бұларға қараған сайын мен соны еске аламын. Сол үшін де оларды ылғи өзіммен бірге ертіп алып жүремін. Ата, сонда бұлардың күресте қайсысы жеңеді, дейді немересі. Қария күлімсіреп, балам-ай, қайсысына көбірек тамақ беріп болсам, сөзсіз сол жеңеді ғой, деген екен. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, сенен есеп алынбай тұрып, өз-өзіңе есеп бер, дейді. Ал Хәкім Абай атамыз, егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәрте, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірімді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың? Деп есті адамға ой сала отырып, кемелділіктің кілті ихсанда екенін баян етеді. Шал ақын бабамыз, нәпсің бір көкжал бөрідей, иманың бағлан қозыдай, егер тыю салмасаң, иманыңды жеп кетер, деп жырлайды. Көкжал бөрідей болған нәпсіге той тарыс беріп, өз-өзіңе есеп ала білу есті адамның сипаты. Есті адам дүниесі мен ақыретін қатар ала жүріп, еш өкінбейтін хақ жолдың аясында өзін әдебімен, имандылығымен тәрбиелейді.